Қазақстанның қарыштап дамуы жастардың ерік жігері мен еңбек өнімділігіне тікелей байланысты. Төле би ауданында осы топтың бәсекеге қабілеттілігін арттыратын семинар-тренинг болып өтті. Шара елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында өрбіді. Жастар жарқын болашақ бастау атты семинардан тілші сөз саптайды. Семинар-тренингке жастардың ойларын шыңдауға арналған түрлі ойындар ойнатылып, шараға қатысушылардың ешқайсысы сырт қалмады. Семинар-тренингтен соң жастар аудан әкімі Бауыржан Омарбековпен ашық әңгіме өрбітті. Әрбір 400 метр аралығында қоқыс тастау жәшіктерін қойса екен, соның қасында шатыр дейді, яғни орысша беседкаларды қойылса, қаламыздың ішінде көптеп су бұрқақтарын жасаса, біздің аптап ыстықта ол үлкен көмек болар еді. Шын мәнінде бір көлік зонасында, Қасқасу зонасында, бізде Ақмешіт зонасында, анау демалыс аймағының территориясына кірмесең, басқа жерде жаяу жүргінші, жаяу жүріп, жай ғана табиғат тамашалап жүрген туристке арналған бізде шын мәнінде беседкаларымыз, орындықтарымыз, скверлеріміз жоқ. Ол өте орынды қозғап отырсыздар. Бұл уақытта біз ойланып жатырмыз, бұл уақытта өзіміздің қаншалықты мүмкіндігіміз бар біз зерделеп жатырмыз. Дегенмен де біз әлі туристік аймақтың ішіне енбеген болсақ та, сол туристік аймаққа баратын жолдардағы осындай жағдайды жасауға кірісіп кеткенбіз. Ол бұған дейін де Ленгер қаласында біршама жұмыстар атқарылған. Сол жұмыстар ары қарай жалғасын таба береді. Кездесуде жастарды толғандырып жүрген мәселелер қаузалды. Аудан басшылығы әр жастың ұсынысына жеке тоқталып нақты жауап берді. Тың идеялардың жүзеге асуына қолдау көрсетілетінін жеткізді. Сондай-ақ аудан жастарының спортқа баулу мақсатында түрлі кешендер ашылатындығын айтты. Шымкент жақтан құрылыс жүріп жатыр. Ол құрылыс нағыз осы спорт кешенінің құрылысы. Ол жерде жеке кәсіпкерлер өзінің мемлекетпен серіктестік, әріптестік негізінде жұмысын бастап қазір ауданға құрылыс жүріп жатыр. Ол әмбебап спорт кешені болады. Әрбір ауыл округтерінде шетінен ашылып келе жатыр. Осы жыл соңына дейін біреуі Северов мөлтек ауданында Ленгерде аяқталды. Және тағы 3 спорт алаңшасы аяқталып, осы жылдың соңына Ленгерде 4 ашылады. Сондай спорт алаңшаларының даладағы. Аудан әкімімен тікелей бейресми түрде кездесу болып жатыр. Ол кездесуге өзімнің мектебімнен шақырту алдым, яғни ауданның белсенді жастары ретінде. Бұған дейін де студент болмай тұрып та белсенді жастардың қатарында болғанмын. Жастардың ресурсы орталығының жұмыстары жайлы айта кететін болсақ, әртүрлі жастарды бір мектептен тыс іс-шараларға баулиды. Одан бөлек көңілді тапқырлар ойындарын өткізеді. Еріктілері, ауданның еріктілері барып қайырымдылық істермен айналысады. Тек қана қағаз жүзінде ғана емес, соның ішінде практикалық жүзінде де көптеген іс-шаралар өткізеді. Семинарда мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру арқылы кейінгі толқынның дұрыс демалыс дағдысын қалыптастыру, талантты да талапты жастардың қолдау тетіктері жан-жақты қаралды. Көшбасшы топтың саяси мәселелерге еркін сауатты деңгейде араласуы мемлекет дамуын жаңа белеске көтеретіндігі айтылды. Төле би ауданынан Арайлым Байзақова, Ләззат Асанова, Мұхан Мұратұлы, Оңтүстік ақпарат.